Астана қаласы бүгін уже 3 қаңтар. Астана қаласының бір топ азаматтары қоғамда болып жатқан жағдайға бей-жай қарай алмайтын, қазір жиналып, жаңа өзен халқының көтеріп атқан өте қазақ халқына өте маңызды мәселесін қолдау үшін қазір міне Кенесары хан алаңында тұрмыз. Біз Қазақстан Республикасының азаматы және Астана қаласының тұрғындары Жаңаөзен халқын қолдаймыз. Сіздермен біргеміз. Мынау Жаңаөзен халқының бейбіт шеруге шығып, бұл газ мәселесін көтеріп атқаны өте орынды. Бұл алдағы уақытта тек қана сол газ, мұнай, бензин өнімдері емес, тек қана мынау осымен қоса мынау азық-түлік продукты соның бәрін қымбаттап әкелуіне, мынау халықтың әлеуметтік жағдайын өте мүшкіл жағдайға түсуіне әкеліп соғатынын біліңіздер. Жаңаөзендіктермен біргеміз. Мен жаңаөзендіктерді қолдаймын, қашанда болсын. Тек алға. Ал қазақ елім, қазағым, барлықтарыңыздар, жатпаңыздар, тұрыңыздар, Жаңаөзенді қолдаңыздар. Бұл мәселе тек қана жаңаөзендіктердің жеке басының мәселесі емес, бұл бүкіл қазақстандықтардың мәселесі. Сондықтан жатпаңыздар, талап етіңіздер. Талап етпеген адамға ештеңе жоқ деген сөз. Қашан тұрасыздар? Тұрыңыздар. Жаңаөзен, біз сіздермен біргеміз. Жаңаөзендіктер, біз сіздерді қолдаймыз. Біз сіздерді қолдаймыз.